Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Каскенова Мадина Дәуренова. Бүгінгі менің зерттеу тақырыбым ұлтымызды әлемге таныту мақсатында ұлттық киім бағыты. Жалпы, рухани жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодты сақтай білу. Және біздің экс-президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлттық код сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды деп атап кеткен. Қазіргі кезде қазақ халқының қол өнері көне заман тарихымен бірге дамып, бірге қайнасып келе жатқан бай қазына. Қазақ халқының сол өнерінің бір саласы киім тігу. Ерте заманнан бері бүгінге дейін өзінің қадір қасиетін жоймай, қол өнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың киімдері, ұлттық киімдері әлі де аз емес. Еуразия даласын қоныс еткен көшпелі ел қазақтардың басқа халықтарға ұқсамайтын киім үлгілерін табиғи ерекшеліктермен көпшілік тіршілікке сәйкес қалыптасты. Ол біздің ұлттық мәдениетіміз. Қазақ халқының ұлттық киімдерін ерлер киімдер және әйелдер киімі деп екіге бөлсек, біріншісі ерлер киімдеріне біз айыр қалпақ, зерленген тақия, шапан, шалбар, тымақ және тағы да басқаларды жатқызамыз. Екінші, қыздар киімдеріне қос етік, көйлек, сәукеле, кимешек, кебіс-мәсі, тақия, бөрік және көкірекшені жатқызамыз. Сіздердің алдарыңызда айыр қалпақ. Ол ерлердің киізден тігілген жеңіл бас киімі. Айыр қалпақ жұқа етіп басылған ақ киізден тігіледі. Ол негізі екі бөліктен тұрады. Қалпақтың төбесі 4 сайдан тұрады және шебер тігілген 4 қиынды киізді арасына қара барқыттан сыздық салып қайып тігеді. Ал мынау тақия. Тақия ерлердің бас киімі. Жалпы тақияның түрлері көп. Биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ал Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлттық киімі ол шапан. Шапан Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлттық киімі деп атап кеттім. Оны қалың матадан арасына жүн мақта салып, астарлап немесе қос астарлап сырып тігеді. Ол негізінен тік жағалы да болады. Оның да өзінің тән түрлері бар. Ал мынау бұл жарғақ шалбар деп аталады. Иленіп, әбден өңделген жұқа теріні қазақтар солай атайды. Және қызғылт түске боялып, түрлі түсті өрнек салынған жарғақ терінен тігілген шалбарды жарғақ шалбар деп атайды. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Соның ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкі терісі тігіледі. Ал сырты мақпалмен не басқа асыл маталармен сырылып тысталады. Ішік. Қазақтың ұлттық киімдерінің бірі. Оны елтіріден, әртүрлі аң терілерінен тігеді. Сырты матамен тысталады. Ішікті жүрмеп тігеді және тігістерінің бәрі терінің тақыр жағына қарайды. Ал бұл саптама етік. Саптама етіктің ішіне киізден астар салып, былғарыдан тігілетін жылы аяқ киім. Негізінен қыс бойы далада қызметте болатын малшыларға, механизаторларға, аңшыларға қолайлы. Қос етек көйлек. Ол жібек, торғын, шәйі сияқты асыл матадан тік жаға кен етек етіп тігілетін көйлек. Ал қазір дәл алдарыңызда шапан және қамзол. Шапан қалыңдықтың сырт киімі. Ол да асыл матадан тігіледі, өрнектеледі. Ал қамзол әйелдердің ұлттық киімдерінің бір түрі. Оны көйлек сыртынан киеді. Ол барқыт, пүліш, мақпал сияқты асыл сапалы кездемелерден тігіледі. Келесі сіздердің алдарыңызда сәукеле және де мәсі. Сәукеле дегеніміз
әйелдің бас киімі, оны ұзатылған қыздар және оның еріп жүретін құрбылары киген. Сәукеленің негізгі бөліктері тәж, төбе, құлақ бау және артқы баудан тұрады. Ал мәсі болса, аяқ киімнің бір түрі, оны былғарыдан, шегіреннен, құраннан тігеді. Мәсінің сыртынан кебіс не ластық киіледі, яғни қазіргі тілмен айтсақ галош. Жалпы мәсі әрі жеңіл, әрі жұмсақ аяқ киім, ол әсіресе тазалық үшін қолайлы. Мысалға, соңғы жылдары жергілікті кәсіпорындар мәсіні көптеп шығаратын болады. Жалпы қазақтың ұлттық киімдері өте көп. Айтылмай кеткендер кебіс, бөрік және көкірекше, қамзол және кимешек, әрі тағы басқалары. Мен осы сөздермен айтқым келетіні, жалпы қазақ ұлттық киімдері өте бай, және осы қазақ киімдері ыңғайлы, эстетикалық талғамға сай тігіледі. Сөзімді аяқтай келе, мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөздерімен аяқтағым келеді. Қазіргі таңда оқушылардың білім деңгейлері мектеп бағдарламасымен шектелмей, оқушы жан-жақты жаңа технологияны меңгерген, жаңа заман талабына сай адам болуына міндеттелген. Қазіргі таңда Қазақстан елінің мектептерінде қазақи ұлттық киімге сай, қазақи нақышта форма, мектеп формасы тігілсе, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Сол себепті назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.